Iya, biz bugün bunu Birjan Sal babamыздың бейітінің жанында келіп, табиғатты қорғау шараларының аясында ескерткіштің маңайын жөндеп, тазалап, өйткені бұл бейне біздің аудан емес, облыс емес, республика көлемінде өмірде үлкен із қалдырған қасиетті бабамыздың бірі. Сондықтан да бұл жерде әрқашанда таза ұстап, жастарды тәрбиелеуде үлесі мол деп ойлаймын. Қожағұлұлы ол 1834 жылы Ақмола облысының Біржан Сал ауданында дүниеге келіп, 1897 жылы 63 жасында туған жерінде қайтыс болған. Бозбала кезден әнші ақындардың қасына еріп, той думанның сәніне айналды. Шөже, Салғара, Толыбай, Орынбай, Нұркей, Сегіз сері Арыстан тәрізді өнер иелері Біржан Салдың ұстаздары.